Таныс қойыңдар, бұл Боб, және ол бұрыннан үй жануарын асырауды қалады. Құттықтаймын Боб, сенің арманың орындалды. Шынымен дүкеннің орнына біз Сафариға барамыз. Кімді бірінші қараймыз? Арыстанның баласын қарайсың ба? Абайла Боб, олардың ата-анасы жақын жерде болу керек. Сен олардың шабуылынан тірі қалуың мүмкін емес. Арыстанның ақырған дауысы 115 децибел Бобты саңырауландырады. Ал өткір тырнағының ұзындығы 8 сантиметр. Өмірлік маңызды органдарға дейін барады. Қуанышқа орай арыстандар тоқ көрінеді. Сондықтан Боб мына жерден тез кете алады. Қара Боб, мынау су сиыр емес пе? Мына жалқау жануарлар сабырлы болып көрінуі мүмкін. Бірақ шыны керек, су сиыр әлемдегі ең агрессивті жануарлардың бірі болып келеді. Олар аузын 150 градусқа дейін аша алады. Сондықтан Боб оған толықтай сияды, және қысу күшін есептегенде 120 атмосфер. Ол Бобты тіс пастаның түтігі сияқты тегістеп жібереді. Жақсы жүгір Боб. Ол сенің құтқарылуға бір ғана амалың. Шынымен гепардтан емес, алыс емес жерден аң аулап жүрген. Ол 3 секундта 100 км/сағат жылдамдыққа дейін жетеді. Сен оған ұнап қалған сияқтысың, немесе ол аспен ойнағысы келген. Дірілді сездің ба Боб? Сен пілдердің дірілінің алдында қалған сияқтысың Боб. Әр піл шамамен 5 тоннаға дейін жетеді. Сондықтан Бобтан керемет ұсақтар шығатын сияқты. Енді Боб, өзіңе бір жануарды таңдадың ба? Боб, мен сенімен сөйлесіп тұрмын. Боб. Осы видеоны үй жануары бар достарыңа көрсет, және каналға тіркел. Бобқа жаңа эксперименттерді өткізіп алмас үшін